Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын капустадан гаусейдің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай бір капустамызды алып, осылай түбін жақсылап кесіп алатын боламыз. Қазан болмаса кастрюлемізге осындай су құйып, жарты белінен капустамызды салып қайнататын боламыз. Сол уақытта қайнаған кезде капусталарымыз жұмсарып, осы белканың көмегімен алынатын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, алынбай жатқан кезде тағы да осылай қайнатуға қалдырсаңыздар болады. Сонда оңай алынады. Өстіп барлығын алып шығатын боламын. Өздеріңіз көріп отырғандай. Осындай қасиетті Рамазан айында күнде осындай пайдалы видеолар салып отырамын. Сол үшін маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де ең бірінші болып көретін боласыздар. Ішіндегі салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін ішіне өздеріңіз көріп тұрғандай 300 грамм парша аламыз. Және де бір пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Сосын өздеріңіз көріп тұрғандай күрішімізді жуып, тазалап алып, осылай күрішімізді қосатын боламыз. Дәміне қарай бір қасық бұрышымды, бір қасық тұзымды салып жақсылап араластыратын боламын. Енді сіздер өздеріңізді жақсы көретін дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Сөйтіп жақсылап араластыратын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай гаусейларымызды жинаймыз. Осындай қатты жерін видеода көріп отырғандай алып тастаймыз. Үлкен жапырақ болса, осылай екіге бөлетін боламыз. Дәл видеодағыдай салмасын салып, осылай түйсеңіздер болады. Бір шеті осылай ашық болса, ешнәрсе етпейді. Бір шетін жапсаңыздар болады. Осылай жақсылап видеодағыдай, осылай барлығын орап шығатын боламыз. Тәпеншемізге май құйып, осылай пиязымызды осылай ұсақтап турап, осылай қуыратын боламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ, осылай сәл қуырсаңыздар жеткілікті. Осылай пиязымыз осылай қуырылып болғаннан кейін, енді үстіне түркіден өткізілген сәбізімізді саламыз. Бір сәбіз жеткілікті, осылай түркіден өткізіп қосып жіберсеңіздер болады. Енді оны да көп қуырудың қажеті жоқ. Сәл осылай қуырсаңыздар жеткілікті. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бұндай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Қыста тартылған салатымды қостым. Осыны жақсылап қуыратын боламын. Сіздер енді тамақпен алмастырсаңыздар болады. Болмаса жағы соусын дайындасаңыздар да болады. Осыған енді бір кесе суымызды құйып, енді түйілген капусталарымызды салатын боламыз. Осылай түйілген гаусейларымызды қойып шығамыз. Өте оңай, еш қиындығы жоқ, өте оңай, өте тойымды, өте дәмді тамақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Астын пәс қойып 40 минутқа бұқтырып қоямыз. 40 минут өтті, өздеріңіз көріп тұрғандай біздің тамағымыз өте керемет болып пісті. Енді осы аралықта өздеріңіз кесіп көрсеңіздер болады, піскен піспегенін осылай тексерсеңіздер болады. Менің тамағым дайын болды, өздеріңіз көріп тұрғандай өте тәбет ашатындай, өте дәмді болып шықты. Осындай қасиетті Рамазан айында осылай ауызшарға дайындап жесеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше тамақ, және де асқазанға еш зияны жоқ тамақтардың бірі. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.